Очень жаль, но вы обратились слишком поздно. Если вы хотите получить от меня результат, вы должны выполнять все необходимое, что я вам скажу. Қуаныш, дипломыңыз жоқ. Бұл жерге только уборщик боласыз. Майларыңыз бар ма? Майларым жоқ. Кел балам құртқа. Апа, құртыңыз қаншадан? 50 теңгеден. Апа, маған 10 мың теңгеге сап бересіз ба құрттарыңыздан? Рахмет, апа. Сауданыз болсын. Рахмет. Қалай досың? Жақсы, өзің қалайсың? Аман, сен. Не дейді больницада? Былай, ештеңе емес, жақсы болып кетеді бәрі. Өзіңде не отыр? Барсам, ар келсе уборщик қылып алам дейді ғой. Құлаған кез болмадың ғой оған? Сол қыз болып қалыпты әттен, бала емес. Аға, құрт беріңізші. Ал қызым. Әкемне де алайын. Маманы да ал. Екеуі. Неше болады ағасы? Тегін бауырым. Қойыңыз аға бұл. Тегін. Бауырым, кеп тұр өзілше, құрт көп бізде. Әке ят болды ғой. Теңге болды. Почти 100 ғой. Басар жоқ. Досым, былай істейікші. Қалай істейміз? Соңғы 1 жылға қандай до конца движение жасайықшы. Ештеңеден қорықпай. Бар боламыз? Не жоқ боламыз? Әрекет түбі берекет қой. 1 жылдың ішінде бізде миллионер не миллиардер болуға шанс бар ғой. Мақұл. Ар жақ кімдерді көріп тұрсың? Айбей! Миллионер ма не? Жоқ, миллиардерлерді. Мақұл, бізге бизнес бастау үшін бірінші не керек? Ақша керек. Дұрыс емес. Бірінші бізге білім керек. Бізге екінші не керек? Ақша? Жоқ, дұрыс емес. Екінші бізге орта керек. Ал үшінші не керек? Точно ақша керек. Натуре дұрыс айтасың. Бағанан бері дұрыс айтып отырмын, не? Кредит не вариант. Жігіттер, сендер ма жұмыс істейтін? Мына түрмен біз миллионер болуымыз қиын-ау. Таптым.
Аға, сіздердің сатылымдарыңызды көбейтіп, маркетинг инструменттерін қолдана отыра, сіздің компанияңызды Қазақстанға таныстыратын боламыз. Одан маған не пайда? Өз нарығыңызда номер 1 боласыз, және объемыңыз өседі. Жасаған жұмыстарың бар ма? Енді әзірге жоқ. Братан, біз құрт сатқанбыз. Ренжімеңіздер. Сендер кімсіңдер? Бауырым, біз анау бизнестерді көтеретін, маркетинг, шмаркетинг, SMM, продажа. Кесе. Әкеңнің ақшасында қандай досыңа ортақ елдің? Жұмысқа келсін депсіз. Сосын мен ақша құртып келген жоқ. Пап, мен мына сіздің жұмыстарыңызды вообще қақпаймын, түсінбеймін, қызық емес маған. Лучше ана екі жігітке берейік. Жасай алатын сияқты. Бір шанс беріп көрейікші. Еркін, балам. 3 теңгелік адамға 5 теңгелік достық ұсынсаң, олар қалған 2 теңгесін сені сатады. Мен шансты балама берем. Шанс беріңіз, осы шалақтаймын. Бұл компания директорының емес, әкеңнің абыройымен берілетін ұмытпа. Рахмет. Нан ілсек дұрыс болады. Так, нелерің бар? Бауырым, біздің сауда бар ғой, қазір жасалып жатқан, соны 50%-ға көтереміз. Маркетолог, SMM, мобилография, командный жұмысы бәрін қосып істейміз ғой. Бол, зор ғой. В принципе, жақсы. Негізі біздің ұнды нарықта олай сатылуға болады деп ойламадым мен негізі. Жалпы тағы бұл нәрсенің потенциал үлкен екен. Маңға абайласайшы. В смысле маңға? Көзіңе арзай көге? Не болды, брачка? Не болды? Он күннен бері нәтиже жоқ, досым. Конкретно біз қадалдық. Қуаныш, қарасына. Бүкіл қала көрінеді екен, мына жерден. Базар жоқ екен. Бұның бағасы қанша екен, Махот? Ары кетсе 100 000 болар. Алайық мына жерді. Ана жерге дивандарды қойып тастап, деп қала қарап жатпаймыз ба? Бауырмен бұның бағасы қанша? Бағасы 1 миллион теңге. Айбай! Онда біз бір айналып келейік. По-любому еще дало. Кім? Алло? Алло, ассалаумалейкум. Қалайсыздар аға? Жұмыс бойынша хабарласып тұрамын мен. Сіздердің адрестеріңіз қандай? Сол жерде жазылып тұр ғой, Бакиров 12 деп. Мына жерде жазылып тұр екен. Бакиров 12 дейді. Адрестеріңіз Бакиров 12 ғой, а? Иә. Болды аға. Махо, енді бұл миллиондық офис емес, бірақ жайлап оғанда жетеміз Құдай қаласа. Құтты болсын. Иә. Бастысы бұл өмірде 3 нәрсені жіберіп алмау керек қой. Уақыт, сөз, мүмкіндік. Уақытты тиімді пайдалану керек. Сөзді дұрыстап сөйлеу керек та, мүмкіндікті жіберу.
оқымадық қой, колледжда жүрдік қой. Сонда мүлдем оқу аяқтамағансыз ба? Колледж аяқтағанмын. Сіз ше? Мен де сол интернет етіп келеміз, жұмыс білейін деп. Айлығы қанша негіз? 500 мың теңге. Болады екен онда істеуге. Жалпы мобилографиядан хабарыңыз бар ма? Қиын ештеңесі жоқ деп ойлаймын, бір көрсек үйреніп аламыз ғой. 10 күннен бері нәтиже жоқ, досым. Конкретно біз қадалдық. Ұтылған жоқпыз, олай уайымдама, әлі 12 болған жоқ сағат. Какая разница 12? 10 күннен бері ісіміз өнбеді. Сол кезде санаулы сағаттар қалған кезде өнеді деп ойлайсың ба? Қалай какая разница? Күндіз түні ұйықтамай бастаған тірлігіміз тастап кете салмақшын ба? Мақо, осы күнге дейін менің бір жұмысым өнбеген. Өмірінде біреу успешный болмаған. Қадалып шаршадым. Маған тастап кету бәрін оп-оңай. Досым, артыңа қарап өмір сүрмесей, тек алдыңа қара. Артыңда ол көлеңке олай қуа бермесең. Мамандығыңыз қандай? Маркетолог. Маркетолог. Қандай қызмет көрсетесіз? Бизнес-аналитик. Тағы да бізге керек адам мобилограф. Неге өзіміздің бизнесімізді жасамаймыз біз? Сонда не сатамыз? Не сатамыз деме, не жасаймыз де. Әріптестер, мына жерде мен Енут экономиканы құрап алып келдім. Бұл бізге бір айға берілген тапсырма. Осы тапсырмаларды 27%-тен жоғарыға өсіру керек. Нұреке, өзіңіз реклама жағын қатырасыз. Әдем. Жолда келіп жатырмыз жігіттер. Бір айға берген планның 50%-ін орындап қойдық. Ал ендеше біздің маркетологтардың есептеуі бойынша осы айдың қорытындысын берсек. Біздің компания соңғы бір айда сатылымы 13-тен 27%-ға өсті. Жарайсыңдар жігіттер. Балам, мен сенімен мақтанамын. Рахмет бақ сенгеніңізге. Жігіттер, рахмет, кешке жуамыз. Маған бір денемнен ауыр жүк түскенде бір рахаттанып қалдым ғой. Брат, бізде бәрі алды әлі. Бұна миллиондар аз болады бізге. Досым, құлықпа. Бұнықтан миллионда рахатын көріп алайық. Бүгін кешке шар тұрып көресің рахатын бұл. Сәл шыда. Брат, менде бір жақсы идея бар. Қандай? Командамыз бар, біреудің бизнесін көтеріп жатырмыз да. Неге өзіміздің бизнесімізді жасамаймыз? Сонда не сатамыз? Не сатамыз деме, не жасаймыз де. Құрт? Томалақ. Сопақ. Жатам жігіттер, не істеп тұрсыңдар? Біз өзіміз бизнесімізді ашайын деп жатырмыз. Ереке, өзіңіз енді бір демеп жүресіз біздің бизнесқа. Болды жігіттер, менде мықты мамандар бар ғой, әр саланың. Өздерінің жинаған ақшаларым бар ғой, сол маған беріп қойыңдар, өзім тағы қосам, сөйтіп общем келісеміз ғой. Ол нәрсені бүгін ақылдаспаймыз жігіттер. Сәлем жеке вау. Ал, құрметті ұжымдастар, сіздерге көп рахмет. Бір айдың ішінде үлкен рост жасадық. Айсем ханым айтпақшы, 13%-дан 23%-ға дейін. Бұл деген үлкен көрсеткіш. Сондықтан алдағы айда одан да көп объем жасайтынға сенімдімін. Көп рахмет. Әрдайым осылай берекелі, мерекелі күндеріңіз көп болсын. Бір минут. Мәке, помните, ана тема бар ғой алдында? Кәсіп бойынша, инвестиция бойынша. Бастай ғой. Соза бермей, бас сияқты ертара. Болды. Как раз мәке договор ақ бердім. Болды, ереке, бастай ғой. Ереке. Мәке, мына договор бәрі четко іште жазып тұр. Не істеуім керек мен? Мәке, короче, мына жерге қол қойып жүрсей. Сонымен бизнес четко болады екен, бұйыртса. Қай жерге? Мына жерге қойып жүрсей, мына жерге. Ай, красавчик, Мәке. Мәке. Жігіттер, давай де. Болды Мәке. Давай.
Каждый день кайфуем, бля. Сейчас нашел помню. Жігіттер қалай өтсіңдер? Зор, Қуанжан, зор. Керемет, Махо. Келсеңші отырсаңшы болшы. Махо өзін әудейтін бар еді ғой. Жақсылап бір тілек айтып жүр бауырларымызға. Мәге. Бара, сушняктары бар ма? Мынау бәріміз бірге бір іс атқарып. Махо. Махо. Башан, тұрып жүріңші ма? Сен шықпа. Досым, былай істейікші. Қалай істейміз? Соңғы бір жылға қандай до конца движение жасайықшы. Ештеңеден қорықпай. Бар боламыз, не жоқ боламыз. Доктор, досым жағдайы қалай екен? Досыңыздың жағдайы қазір жақсы. Ұйқысы біраз уақыттан бері дұрыс болмағандықтан орталық жүйке жүйесі бұзылған. Сондықтан укол салып, қазір тыныштандыратын укол салып жатыр қазір. Түсінікті, доктор. Енді осы жерде жатып толықтай емделсін. Егер қандай да шығындар болатын болса, толықтай өзім көтеретін боламын. Мына жерде дәрі-дәрмектерді тағайындап қойдым. Дәріханаға кіріп, дәріханадан дәрілерді алып, медбикелерге әкеліп берсеңіз болады. Түсінікті, рахмет. Қарнас, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Осы дәрілерді беріп жібересіз ба? Қазір берем. Сізде оплата немен? Банк карточкасымен төлеуге бола ма, Қарнас? Әділ қой екенсіз. Сізде общий сумма 83.450 теңге болды. Түсінікті, Қарнас. Каспиймен төлейін. Сізде ақшаңыз жетпейді. Тағы да бір рет көрейік? Мүмкін емес, Қарнас. Счетыңызды толтырып алып келіңіз. Миллиардерлер жүрген яқта. Махо, счеттағы ақша қайда? Қандай ақша? Счетта бір тиын қалмаған. Сатылма түскен ақшадан бір тиын жоқ. Қуаныш, сол ақша жоқ кезде екеуміз бірге жүрдік қой. Неғып маған ақша үшін дауыс көтеріп жатсың? Кеше естідің ғой еркін инвестиция аударам деп. Солай аударып жібердің ме? Сен қуасың ба, мен саған рұқсат бердім ба? Сен еркін келіп әлде жағдайын сұрап сен қасында жүр ма? Еркін конкретно мутный тип қой білесің ба? Сонда еркін екеуіңді мен қадат деп тұрсың ба сонда сен қазір? Бәрі мүмкін конкретно. Ақша үшін маған әңгіме айтып жатсың ба? Мен саған қойып берем сол ақшаны. Қойшы айналайын. Абоненттік нөмір қосыңыз. Абонент жауабы. Ұстап алайын, көтін айырам қазір еркін. Ордыңды біле! Жігіттер, өздеріне жаңа жұмыс іздей берселер болады.
О, Қуаныш, қош келдің. Қош келмеген екенсің ғой. Аға, балаңыз қайда? Білмеймін. Звондап сұра. Конкретно сіздің балаңыз бізді қадады. Қалай? Бірге кәсіп бастаймыз деді. Бізден ақша алды. Қытайдан тауар әкелем деді. Қалай ақшасын алды, солай жоқ болып кетті. Сен келісім шартты менің баламмен отырдың ба? Менің қатысым қанша бұл жерде? Қалай қатысым қанша? Сенің балаң емес па? Ордыңды біле! Жүр! Мен сені тауып алам, баламды. Кім мынау тағы да? Алло. Алло, 3-ші қалалық ауруханадан хабарласып тұрмын. Балтабай Махамбет сіздің досыңыз ба? Иә, не болып қалды? Емін толық алмай кетіп қалды. Жарайды, түсінікті. Алло. Еркін ба анау? Барым, тоқташ. Ана Королланың артынан жүрш, Королланың артынан. Жүрш, башы ақшам берем, егезді көтеріп. Бауырым, башы, бауырым. Қалып кетпекші, башы, бауырым. Бауырым, сәл тезерші, бауырым. Ақшасын қосып берем, егезді. Ананың арқасына қалып кетпекші. Ұстауын көтіні айрам қазір еркін. Досың өледі. Ай, Махо, не деген духовисті адамсың сен? Хотя бы адаммын ғой. Махо, сен мен өйтіп сөйлеспесей? Еркін, саған бір нәрсе айтайын ба? Айтшы, любой нәрсе айтшы, по-любому өлесің мына жерде. Жағымдысы құлақ айтам. Че там? Сонда анан! Bas. Бір сағатта өзің и телефоның бірге осы жерде болмасаң, досың өледі. Сайттан. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally Қош келдіңіз, Қуаныш мырза. Қош көрдік. Маған счет аштыру керек еді, бауырым. Картаңыз бірден толтырасыз ба? Иә, бірден толтырамын. Қанша теңге? 1 миллиард теңгеге. Жеке куәлігіңізді бере салыңызшы. Иә. Телефон номеріңізді айта салыңыз. 8701 959 1093. Емейліңізді айта салыңыз. Менде емейл жоқ. Емейлсіз қалай миллиард тауып жүрсіз? Егер менде емейл болған кезде уборщик болып жұмыс жасайтын едім. Махо досым, сәл шыдаш, жақында қасына барам. Келе ғой, Қуаныш. Еркін, өзің айтқандай телефонды алып келдім. Жарайсың. Кезінде қазақ атам айтқан екен, бір оқпен 2 қойын аттым деп. Жігіттер менде рекорд, бір оқпен 3 қойын аттым. Еркін, мен сені білдім бала бол екенді. Мен де бүгін рекорд қойдым. Бір оқпен 4 қойын аттым. Жігіттер! Gereksiz örneğin
Еркінбек Азаматович, сіз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің адамды ұрлау фактісімен тіркелдіңіз. Әрбір айтқан сөзіңіз сотта өзіңізге қарсы қолданылады. Жігіттер, алып кетіңдер. Мақұл досым. Кеткі шығайық. Мақұл. Іздесің бізді компаспен, көзде оңтүстік. Іздесің бізді компаспен, көзде оңтүстік. Кіруге рұқсат па? Қанша рет айтам, мен алдын ала жазғанбыз. Мақұл досым. По-любому алам дедім, окей, отырсай. Базар жақ. Мақұл. Мынау жұмсақ екен ғой, бұлай отырып алып. Дегенге. Очень жаль, но вы обратились слишком поздно. И если вы хотите получить от меня результат, вы должны выполнять все необходимое, что я вам скажу. Я понимаю, сейчас вашему брату нелегко, но мы обязательно справимся с этой болезнью. Держитесь.